Бүгінгі сынып сағатымызды осы глобусқа қарай отырып, құрметті оқушылар, бір ауыз жылы сөзімізбен бастайық. Табиғатты аялайық. Экология, табиғатты қорғау туралы ғылым. Аңғыластамаймыз. Жарайсыңдар. Қымбатты оқушылар, менің қолымда не бейнеленген? Глобус. Глобус дегеніміз не? Біз география пәнінен білеміз. Жердің кішірейтілген бөлігі. Нелер бейнеленген? Материктер мен мұхиттар. Қанша материк бар жер бетінде? 6 материк және 4 ірі мұхит бар, я? Мұхит бар. Осы жердің бетінде біз адамдар болашағымыз үшін, ата-анамыз үшін өмір сүріп жатырмыз. Яғни жер бедерін басып, ал осы жердің тағдырын, өсімдігін, топырағын, бетіндегі жан-жануарларын, яғни жер бедерін, тағдырын ойлап жатқан адам бар ма? Жердің тағдыры баршамызды ойландырар ма? Ендеше бүгінгі сынып сағатымызды табиғатты аялайық деп алдық балалар. Ендеше тақтаға назар аударайық. Экология ғылымы нені зерттейді? Экос, яғни грек тілінен аударғанда үй, логос, ілім, қоршаған орта туралы білім деген мағынаны білдіреді екен. Экология ғылымының мақсаты тіршіліктің тұрақтылығын сақтау, адам, қоғам, биосфера арасындағы қарым-қатынасты үйлестіре отырып, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану. Балалар, экологиялық мәселелерге қандай мәселелерді жатқызамыз? Кәнеки тақтаға қарай қояйық. Қандай мәселені? Расымен де осы мәселелер қазіргі таңда Қазақстанда, өзіміздің елімізде, жерімізде өзекті мәселелер ғой, я балалар? Өзекті мәселелер. Міне, осы нәрселердің салдарынан не бұзылып жатыр? Қоршаған орта. Осыған қоса тағы да ғаламдық қандай мәселелерді айтар едік? Каспий теңізі. Дұрыс айтасыңдар, өзіміздің ауылымызда, іргемізде қарт Каспийіміз бар, я? Бұл дүние жүзіндегі ең ірі теңіз болып табылады. Көл болып табылады Қазақстанда теңіз, я, Каспий теңізі. Қандай сіздерді толғандырады Каспийдің? Суымыздың күннен күнге артып баратыны, ластануы. Кімдердің салдарының ластануы? Адамдардың іс-әрекетінен, адамдардың қолапайсыздығынан. Кемелер қатынап жатыр, я? Онымен не тасып жатыр? Мұнай газдар тасып жатыр. Әр елдерге барып жатыр, өнеркәсіптерге барып жатыр теңіз арқылы. Міне сол кемелердің, яғни адамдардың іс-әрекетінен теңізге істеуі, мұнайлардың төгіліп кетуі. Кімге салдар тиеді оның? Жәндіктерге, балықтарға. Жәндіктерге, балықтарға, яғни тіршілігін жоюға біз себепкер боламыз адамдар, я? Міне бұл деген күн тәртібіне түспеген Қазақстанның ең өзекті ғаламдық мәселе болып табылады екен балалар. Келесі кезекті әңгімеге берейік. Мұқият балалар тыңдаймыз. Табиғат ананың жер, су, ауа деген ұлдары болыпты. Олар өте ақылды, мейірімді екен. Табиғат ана бір күні ұлдарын шақырып алып, адамдарға көп қызмет еткен ұлыма ең үлкен сый тартамын деп уәде еткен екен. Сонда ұлдары анасының айтқанына қуана келісіп, адамдарға жақсылық жасауға келіседі. Ұлдары жан-жаққа кетіп, адамдарға көп игілікті іс жасайды. Күндердің күнінде ұлдары еліне қайтып оралғанда, аналарының бұрынғыдан да бетер көріктене түскеніне риза болған ұлдары: "Анашым, сіз қандай керемет күйге түскенсіз? Бұның сыры неде?" деп сұрайды. Сонда балдары: "Табиғат ана, аяулы ұлдарым менің, бұның сыры сендердің адамзатқа жасаған қайырымдылықтарыңда" деп жауап береді.
содан бері жер, су, ауа, аналарының сұлулығын сақтап қалу үшін адамдарға адал қызмет етіп келеді екен. Ендеше балалар, сол табиғат ананың жаңағыдай айтқан үш баласы, мінекей су, ауа, жер болып үш топқа бөліп отырмын. Осы мәселелер бойынша, яғни топтық жұмыс жасайық. Әнекей ручканың қаламдарын алыңыздар, бірлесіп су деп, яғни біздің Қазақстанда, өзіміздің ауылымызда, өңірімізде қандай өзекті мәселелер бар. Жер туралы айтар мәселе өте көп балалар. Және ауаның ластануы. Ауа кімдердің салдарынан ластанып жатыр? Біздің қолымыздан қандай көмек келе алады? Дұрыс айтасыңдар, мен соның барлығын топтық жұмыс жасап, ой пікірлерімізді бөлісіп, әйте постерге арнаймыз. Бастайық. Постерге бір 2-3 минут уақыт берейін. Сосын тақтаға шығып қорғаймыз. Әнекей жазайық, бастаймыз ал. Жерде орта жаз, стрелка түсіріп, жер туралы қандай мәліметтер білеміз? Әнекей бастайық. Балалар болдық па? Топтық жұмысымызда болсақ, топтың ережесі бар ғой, топтық жұмыс жасалғанда барлығымыз белгілі бір уақытта аяқтауымыз керек, және топ бір-бірінің жұмысын тыңдауымыз керек. Ең бірінші әрине жерге берейік, жер тақтайын. Өздерің таныстырың, яғни су, ауа тобына. Мұқият тыңдаймыз. Жер туралы қандай пікір айтады екенбізге? Жер ырыстың кіндігі, жер ана, балығымыздың анамыз, жері байды, елі бай, жерге еңбегін сіңсе, жемін сіңбейсің, жерін сүйген елін сүйеді, жер жаман, егер оны аяласаң, жер байлық, су ырыс, жер халықтың қазынасы. Жер барша байлықтың анасы, жер тіршілікке нәр беріп, адам баласын асырап жатыр. Жердің қойнауында дәнді дақылдар, жеміс-жидектер өсіп шығады. Тұрмысқа қажетті пайдалы қазбалар да жерден алады. Жерді баптай білу, оның қойнауындағы қату байлыққа дұрыс игере білу жерден борышымыз. Жарайсыңдар. Тағы да алып сұрақтарың бар ма жерге? Балалар? Түсінікті ме? Жақсы. Жер тобының оқушыларына отбасы болса, келесі ауаға берейік. Ауа тобын тыңдаймыз. Ауаны тазарту үшін ағаштар егу керек. Ауа таза денсаулықтың мықты болуына әкеледі. Ауаны қорғау табиғатты қорғау. Ауаның 78% азоттан 21% оттектен тұрады. Ауа жер бетіндегі барлық тіршілік иелері үшін өмірдің негізгі шарты болып табылады. Автокөліктен, завод, фабрикалардан, үйлердің мұраларын шығатын түтіндер мұны барлығы ауадан ластаушы көздер болып табылады. Жақсы. От шашуға бәрісіне ойын. Келесі су тобы келе ойыңыздар. Су тобын тыңдайық. Қазіргі таңдағы ең өзекті әрине су мәселесі, су тапшылығы. Көптеген елді мекендерде, Қазақстанның түкпір-түкпірінде сусыз отырған елді мекендер бар. Елдің шетінен тасып, сіздер ауылдан үйге су келіп тұр. Бізде барлық жағдай жасалған, біздің ауылымыз бойынша. Таза суды үнемдеу барлық адамның борышы. Су адам ағзасының 70%-ын құрайды. Су адам мен табиғат бейнесі.
суды сақта, өмірді сақта. Су тіршілік көзі, сусыз өмір жоқ. Біз суды ластамауымыз керек. Таза су денсаулық кепілі. Су тіршілік көзі. Қазақстанда мол сулы өзендер, көлдер, теңіздер бар. Суды есепсіз пайдалану, оған қоқыстар тастау, шайынды суларда ағызу сияқты адамдар әрекеттер нәтижесінде таза судың тапшылығы және су астындағы балықтар, мұратар зор қауіп алып келеді. Жақсы, жарайсыңдар. Жер, су, ауа жолы, яғни өзекті мәселелеріміз бойынша тоқталып айтып өтті, иә, олар. Осы енді табиғатқа байланысты қазақта көптеген қиын сөздер бар, балалар. Соған тоқталып өтейін, тақтаға назар аударайық. Бұны үйдегі ата әжелерімізде, аға жеңгелерімізде айтып отыратын шығар, иә, отбасыларымызда. Бұлақты бұлғама, көкті жұлма, ағашты сындырма, аршаны аралама, суға түкірме, суды лайлама, құмырсқаның илеуін бұзба, аққуды атпа, құстың ұясын бұзба. Мақал мәтелдерге келейік. Судың да сұрауы бар. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Бақ өсіргеннің бағы жанар. Тоғайды тұяқ тоздырады деген сияқты осындай мақал мәтелдеріміз де бар екен. Естеріңізде болсын, балалар, әрдайым. Келесі осындай бірнеше сіздерге сұрақтар дайындаған болатынмын. Ендеше мен орындарыңызға тұрып сұрайын. Конфликт табиғаттың шегі өтеді. Қандай? Жанды және жансыз отырағы. Намаза табиғаттан қандай денелер бейнелер жасады, яғни жансыз денелер бейнелер жасады. Иә, тау тастар, және өзен көлдер жатады екен, иә. Келесі сұрақ, Ғани. Тірі табиғатты ата. Тірі табиғатқа ағаш, өсімдіктер, жануарлар, жәндіктер, адамдар. Жақсы, отырағы. Қазақстанда неше қорық бар? Зебра? Неше қорық бар? 9 қорық бар, иә? Дұрыс айтасыңдар. Аха. Қызыл кітап дегеніміз не? Естай? Ауылда тұрған жануарларды қорғауға алынған. Жануарларды және өсімдіктерді қорғауға. Жақсы, отырағы. Жалпы қызыл кітап неше рет шықты? Басылымы 4 рет шықты. Соның алғашқысы қай жыл шықты? 1908 жылы. Табиғат құбылыстары дегеніміз не? Нелер жатады табиғат құбылыстарына? Иә. Жер. Қазын? Иә. Құстардың қандай пайдасы бар? Жасмин? Жалпы құстардың қандай пайдасы бар біздерге? Құрттарды жояды. Иә. Ағашта өсіп тұрған құрттарды да жояды. Жақсы. Яғни зиянкестерді жоюды азайтады екен, иә? Тұрағылар. Ендеше тағы да сіздерге табиғат халық қазынасы атты мақал мәтелдердің жалғасын табуға. Мақал мәтелдер дайындаған болатынмын. Кәне қол көтеріп айтайын. Жер тағдыры ел тағдыры екен. Барша байлықтың анасы жер. Гүл жердің көркі. Туған жерде жер болмас, ел болмас. Су бар жерде ну бар. Табиғат тазалығы адамзаттың амандығы екен. Жер байлықтың анасы болса, әкесі еңбек екен. Жер қазына, су алтын екен. Және көлдің көркі
құрақ. Қалғын көрді құлақ. Атаңа мал қалғанша Алғасын. сөз сағасы құлақ, Су сағасы құлақ. су сағасы бұлақ. Жер қазына, Су гауһар. су гауһар екен. Жарайсыңдар балалар. Өте біраз мақал мәтелдерге ой жүгіртіп шықтық. Енді балалар, мен сіздерге практикалық жұмыс жасатқым келіп тұр. Практикалық жұмыс. Балалар, біздер экологияны ластамайық, табиғатты таза ұстайық деп, мынадан өздеріңіз де бірнеше мысалдар келтіріп айтып жатсыздар, иә? Ал соны растайтын да, білдіретін де адамдар біз өздеріміз. Біз күнделікті тұтынып жүрген, яғни сіздер тұтынып жүрген, мысалы сусындар ішесіздер, оны балқашқысын, бутилкаларын істейді адамдар лақтырып тастайды. Көптеген қазір қалдықтар көп. Соны жаңарту мақсатында мен де осы адамдардың қолданып лақтырып тастаған бутилкалерін барлығын жинап алдым да. Мысалы, мына сусын бутилкасы, соның төбе жағын және астыңғы жағын кесіп тастадым да, ортасын ашып жіберіп, осылай жуып тазалап, түзетіп алып келіп отырмын сіздерге. Бұдан мен не жасатқым келеді? Яғни қалдықтардан жаңа бір дүние жасағым келеді. Мысалы, мына қаңылтырларды мына жағына сурет салып, неше түрлі суреттер салуға. Кітаптың, балықтың, гүлдің, және де осы қаңылтырды, мысалы, қазір енді асқыстау қиып әкеліп тұрып, жалпы үйден әдемі қылып, ойылғап, моншақтап, матамен қаптап, керемет бір дүние шығарып, қасымыздағы досымызға не істеуге болады, сыйға тартуға болады, керемет бір дүние шығару болады. Соның дәлелі ретінде мен баршаңызға қазір таратып беремін бір-бірден. Қазір мен бетіне тек гүл салып алып келдім, балалар. Осы гүлді қаламмен үстеліп түртіп ұрыңыздар. Сол кезде мына жақтан қазір бізге бір бейне шығар. Гүлдің бейне шығар. Үстен ұрасын. Нәбил, үстен осылай бастай беріңіздер. Қандай бейне шықты? Әтәсен гүлдің бейнесі шықты, иә? Жарайсыңдар. Міне осындай сияқты мен тек баршасына қазір гүлдің бейнесін ғана салдым. Осылай қаламмен ұру арқылы керемет осындай мінекей көрсетейін. Яғни гүлдің бейнесі шығады. Кез келген дүниені салуға болады бетіне. Мінекей балалар, біз адамдар тастаған қалдықтардан екінші бір дүние жасадық. Жақсы қоя қойын алдарыңызға. Сонымен балалар бүгінгі сағатымызды аяқтайық. Табиғатты әрдайым аялауға, қорғауға, көркейтуге, туған елімізді, жерімізді қадірлеуге міндеттіміз. Өскелең ұрпаққа, артымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарына табиғатты аялауға өздеріңіз соған лайық болып, және де төменгі өзімізден еріп келе жатқан іні бауырларымызға қамқор болуларыңыз керек, үйретуіміз керек,